Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге алдыңғы видеода осы браслетті тоқып көрсеткен болатынмын. Ол жерде көбісі тоқу жолдарын дұрыс түсінбей жатырмыз деген себептен қайтадан асықпай сіздерге тоқу жолдарын көрсету үшін түсіргелі жатырмын. Мінекей осындай түстермен тоқығанмын. Мен алдыңғы видеода көрсеткенмін түрлерін. Және де мен бүгін браслетті кішкене ерекшелік жасағым келіп тұр. Барлық видеода қайталанған түрі болмасын деп сіздерге жаңа білім беру үшін, жаңа затты үйрене берілсін деген себептен мен бүгін осындай екі түспен жасаймын. Менде чишке бисер және де мен алдыңғы видеода беконыспен тоқыған болатынмын. Бүгін осындай 2 ммдік хрусталь таспен тоқып көрсететін боламын. Достар, бұл жерде біз қол бұйымын жасағандықтан бізге қатып қалған бір қағида жоқ. Тек өзіңіз тоқу жолдарын дұрыс жасай алсаңыз, және де бисерлеріңізді сәйкестендіре алсаңыз, және де беконс болсын, хрусталь болсын, бисердің өзімен тоқыған болсын, барынша жасаған бұйымыңыз әдемі болып шығатын болса, кез келген заттармен жасауыңызға болады. Мен бүгін сіздерге сол себептен өткен жолғы видеода беконыспен тоқыған болсам, бұл жолы сіздерге домалақ хрустальмен 2 ммдік размердегі хрустальмен тоқып көрсететін боламын. Және де бізге магнит, алдыңғы видеода да бұл магнитті анық рет көрсеткенмін. Және де бізге достар жіп менде турецкий жіп, кафроновый жіп деп аталады. Мінекей қарасаңыздар, суретінде де аяқ киім тігуге арналған деп тұр. Бірақ бұл бізге жіңішкелігі бар, бисерді тоқуға өтеді, және бұл өте мықты. Аяқ киім тоқылатын болғандықтан, бұл жіппен сіз браслет тоқитын болсаңыз, браслетіңіз үзілмейтін болады, мықты болады. Және де мен әрдайым жасаған затымды бүлініп кетпей үшін хрустальдар, бисерлер қаншықтаймен сырылады бір-біріне ашық жатқан кезде. Әр затқа сырылмас үшін мен осындай клёнкамен қаптап қоямын. Бұл клёнкада бұл жасалған бұйымыз өзін өте әдемі күйінде сақтайды. Неке осылайынан тоқылған түрлері бар. Кез келген түспен сәйкестендіріп өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Ендеше мен сіздерге қазір тоқу жолдарын өте анық етіп түсіруге барынша тырыстым. Сіздерге жақыннан көрсетуге тағы да тырысамын. Ендеше менімен бірге болыңыздар, мені қолдай кетіңіз, подписка жасап, комментарий қалдырып, лайк басып, барлық видеоларымды толық көруге тырыссаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Ендеше мен сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл жерде мен жіпті тағы да өте ұзын етіп алдым. Себебі браслетіме алдыңғы видеода да айтқанмын, браслетке түйін түсіргім келмейді. Барынша шатастырып алмауға тырысыңыздар. Жіп бисермен өткен кезде аздап шатасып қалуы мүмкін. Ендеше мен қазір чишке бисерден 23 түгін аламын. Бізге 23 бисер қажет. 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей достар, 20 штук бисер алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы бисерді жібіміздің ең аяғына апарасыз. Барынша жіптен бисерді жай жүргізуге тырысыңыз, себебі тез шатасып қалады. Жіптің ұшынан осынша көлемде қолыңызбен ұстап тұруға ыңғайлы етіп, осындай жіптің ұшын қалдырасыз. Енді 5 бисер аламыз достар. 5, 2, 3, 4, 5. Мінекей 5 бисерді алдым. 5 бисерден мына жаққа 5-ші бисерге келеміз. Біз бұл жерде тоқымасын тоқимыз. Астыңғы бөлік болғандықтан ең бірінші основаны шығарамыз. Мінекей 5 бисерді өткіздім. 5-ші бисерге апарасыз. 20 бисердің 5-ші бисерінен өткізіп аласыз 5 бисерді.
Тағы да 5 штук бисер аласыз. Тағы да 5-ші бисерден өткіземіз. 2, 3, 4, мінекей. 5-ші бисер. Мінекей. 5-ші бисерден өткіздім. Тағы да 5 бисер аламыз. Біз 4 көзді сетка жасайтын болғандықтан, біз 4 көзін шығарып алуымыз қажет. 1, 2, 3, 4. Мінекей 5-ші бисер. 5-ші бисерден өткіздім. Мінекей ең соңғы 5-ші бисеріміз. 5 бисерден өткізесіз. Енді жібіміздің аяғын апарамыз. Мінекей. Осындай етіп аласыз. Осы бойынша қазір біз тоқымасын тоқып шығамыз. Енді мына 2 бисердің ұшымен біріктіріп, түйіндей қоямын. Жана кішкене орын қалдыру дегенім осы үшін. Бір-біріне келіп, бірге қояды. Артық жерін қырқып алып, кішкене ғана оттық тигізіп жерсеңіз болды. Бұл жіптің бір жақсы жері. Мінекей. Түйін болып көрінбейді. Геловый клей секілді өзі барып түйінді шығармай ұстап қалады. Енді екінші жолына өтеміз. Біз бұл жерде тек 5 бисерді ұстап отырамыз. Мінекей достар, 5 бисерді алдым. Мына жерде енді уже біз 3-ші бисерді алып отырамыз. Мінекей, кесте тоқимыз. Мінекей, 3-ші бисерге өтесіз. Тағы да 5 бисер аламыз. 5 бисерді алып, тағы да 3-ші көзден 3-ші бисерден өтіп отырамыз. Мінекей. Тағы да 5 бисер. Бес бисерді алып, мінекей, тағы да 3-ші бисерден өткізесіз. 3-ші бисер. 2, 3, 4. Мінекей. 2-ші, 3-ші. Жіптің соңымен тартып барамыз бисерлерді. 5 бисер. Мына бетте 3-ші бисерге өтесіз. Бес бисер. 3-ші бисерге өтесіз. 5 бисер. 3-ші бисерден өтесіз. Мінекей. Тағы да 3-ші бисер. Жібімізді соңына дейін атып барамыз бисерлерді. Мінекей достар, уже бізде өріліп бисердің астыңғы бөлігі дайын болып келе жатыр. Қатты бос етіп қоймаңыз. Мінекей 5 бисер. 3-ші бисерден өтесіз. Тек қана ең бірінші тоқыған кезде бірінші жолда қана 20 бисер алған соң
бесінші бисерден өтесіз, екінші жолдан бастап уже үшінші бисерден өтіп отырасыз. Ең алғашқы 5 бисеріміз бірінші X салатын орнымызды тоқуға қана алынады. Қалғанның барлығы 3 бисермен жүріп отырады. Мінекей достар, үшінші бисерді алған кезде мінекей осылайнан тоқылады. Мінекей ортасы екі қысталып ашылады. Мінекей бесінші бисеріңізбен осылайнан тоқылып тұрады. Мінекей 5 бисер, біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5 бисер. Мінекей мына жерде 1, 2, мінекей үшінші бисерін өткіземін. Сіз 5 бисерді әкеліп, келесі жолында үшінші бисерді алып отырсаңыз, мінекей арасы осылайнан екі қысталып тоқылады. Мінекей сетка деп осыны айтамыз.
Мінекей достар, сетка браслетті тоқып алдық. Осы дайын болған соң, ешқандай түйіндемейсіз. Жанындағы моншақтан сразу өткізесіз инеңізді. Біз уже қиды қылып жасайтын бұл астыңғы бөлігі болғандықтан енді бетін тоқитын боламыз. Мінекей жібіңіз біткен жердегі жанындағы бисерін өткізесіз. Бір чешкей бисер, мінекей бір хрусталь, бір бисер. Мінекей ортаңғы бөлігінен өтесіз. Иксталған орыннан. Мінекей. Екінші тағы да бисер, хрусталь тасымыз, бисер, тағы да иксталған ортадан өтесіз. Мінекей екінші дайын, бисер, хрусталь, бисер. Мінекей достар, міне ортаңғы бөлік. Өзі көрініп тұрады, ортасы бисердің X болып тұрған екі жіппен өткен жерді, екі бисер өткен жерді біріктіріп тұрған жер. Мінекей бір бисер, хрусталь, бисер, мінекей қақ ортасынан өткізесіз. Екінші жолға түсу үшін мінекей қасында бисерлерден бір-бір өткізіп алыңыз. Инеңізді. Мінекей тағы да ортаңғы бисерге өткіземіз. Бір бисер, бір хрусталь, бір бисер. Мінекей достар, екі орта. Екінші көзге келдік, уже міне екі ортасынан өткізесіз. Бисер, хрусталь, бисер, мінекей иксталған. Бисер, хрусталь, бисер. Мінекей осылайынан әдемі болып тоқылып жатыр. Жанында бисерін өткізіп аласыз. Ортаңғы бисерге түсіресіз. Бисер, хрусталь, бисер, мінекей тағы ортаңғы бөлек. Орталарынан өтіп отырасыз. Сонда иксталған орындардың үстін біз қиды етіп, бетіне шығып тұрған хрустальмен тоқимыз. Сонда браслетіңіз әдемілене түседі. Барлығын тоқып біткен соң цветі өте әдемі шығады, себебі екеуі де жылтыр түс. Мінекей достар, мына жерде мынау ортаңғы бисерге өткізіңіз.
ортаңғы бисерден соң қолыңыз үйренгенше асықпай осылай жасауыңызға болады. Қолыңыз үйренген соң бірден өтіп кете бересіз. Мен сіздерге анық көрінсін деп біртіндеп өткізіп көрсетіп жатырмын. Мінекей, мына жерде 2 бисер бар. Мына өткізген бисеріңіздің жанында 1 бисер, және біздің мына ортаңғы бисеріміз центрымызға өткіземіз инені. Бисер, хрусталь, бисер. Өте оңай достар. Сетканың ортаңғы бөлігінен жүріп отырасыз. Мінекей, ашық тұрған жер бисер, хрусталіміз, бисер, міне қараңыз. Ашық тұрған жер, міне осының дәл ортасы. Дәл ортадан өткізесіз. Бисер, хрусталіміз, бисер, мінекей тағы да ортаңғы бөлік. Бисер, хрусталь, мінекей. Ортаңғыға бірден шығарсаңыз болады осылай. Өте әдемі болып келе жатыр. Достар, мен алдыңғы видеомызда беконыспен тоқығанмын. Бұл жолы барлығы бірдей болып кетпесін деп кішкене өзгешелік жасап 2 мм-ді хрустальмен тоқып жатырмын. Қалауыңыз бойынша тоқуға болады. Қазір 1 мм-ді өлшемде хрусталь тастарда бар. Сіздерге көрсетейін. Өте майда. Осындаймен тоқысаңыз да болады. Нәзік, размерлер жағынан кіші. Кез келген түсті араластырып тоқуыңызға болады. Немесе осындайға бірдей түспен тоқысаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тоқуға болады. Бұл браслет кез келген түспен өте әдемі шығады. Бірдей түс қып жасасаңыз да, 2 түрлі араластырып жасасаңыз да өте әдемі шығады. Кез келген киіміңізге, сөмкеңізге сай келе береді. Оның ерекшелігі сонда, ешқандай модадан қалмайтын, кәдімгі қарайып кететін бижутериялар алғанша, осындай качественный бисерлермен тоқып алып тақсаңыз өте ерекше болады. Алдыңғы видеода анық көрінбей тұр тоқыған жолдарыңыз деген себепті сіздерге қайтадан түсіріп жатырмын. Сол себептен менің еңбегімді бағалап, видеоны толық көріп, қол бұйымын жасауға қызығатын досыңызға жіберіп, өз пікіріңізді қалдыра жүріңіз. Мені жоғалтып алмас үшін подписка жасап алыңыз. Қолымнан келгенше түрлі бұйымдарды жасап, видеосын салуға тырысамын. Алдағы уақытта әлі талай әдемі заттарды бірге жасайтын боламыз. Бұрын соңды бұйым жасамаған болсаңыз, менімен бірге жасаңыз. Оның да арнайы оқулары жоқ. Бұл қол бұйымы болғандықтан өзіңіздің ойыңызға, көңіліңізге ұнағаны бойынша жасай беруге болады. Нақты қатып қалған тактикасы жоқ. Кез келген адам өзін түстерінен болсын сәйкестендіргісі келсе, түспен сәйкестендіреді. Оюларды сәйкестендіргісі келсе, оюмен сәйкестендіреді. Алдағы уақытта қолымнан келгенше сіздерге керемет бұйымдарды жасап, видеосын түсіріп көрсететін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін подписка жасап алыңыз. Достар, мен ең басында ұзын етіп сабақтап дайындап алған жібімен тоқып жатырмын әлі де. Басты шатастырып алмасаңыз, осындай жіппен тоқысаңыз, неке мен 1 қабатпен тоқып жатырмын байқасаңыздар. Бұл жіпті 1 қабатпен тоқысаңыз да браслетіміз
шашылмайды, үзілмейтін болады. Себебі бұл жібіміз өте мықты. Шатастырып алмай тоқсаңыз, осылай аяғына дейін тоқып шықсаңыз, браслетіңізге түйін түспейді. Әрі әдемі болып тұрады. Мінекей, алдында беконуспен тоқығанымыз, мінекей, бұл жолғы басқаша болып шығып жатыр. Мінекей, асты осылай. Көк түспен осы күлгін түсіміз розовый түсіп келе жатыр. Өте әдемі болып келе жатыр. Осы беткі бөлімін тоқып болған соң магнитті бекітеміз. Достар, егер де осыны сіз тоқып келе жатқан кезде, кейбір бисерлеріңізден беткі хрусталі тоқып жатқан кезде бисерден ортаңғы бөліктен өтпей жатса, жанындағы бисерден алып кете берсеңіз болады. Одан ешқандай кестесі бүлінбейді, тіпті мінекей білінбей қалады. Кейбір бисерлердің көзі шамалана кішірек болып қалуы мүмкін. Тоқып келе жатқан кезде сізде өтпей қалып жатса, жанындағы бисерді алып кете берсеңіз болады. Ал былайша ортаңғы бисерден өтіп тұрса, ортаңғы бисермен тоқи беріңіз. Кейбір жағдайда өтпей қалған жағдайда деп жатырмын. Жаңадай, я моншағыңыз сынып кетуі мүмкін, қатты тартсаңыз, я болмаса ине сынып кетуі мүмкін. Сол себепті жаңа айтқанымдай, ешқандай кестесі бүлінбейді, хрусталь өзі жасырып қалады. Томпақ моншақ болғандықтан жанынан алып кете берсеңіз болады. Бұл өз қолыңызбен жасаған бұйым болған соң, басы әдемілігін бұзып алмасаңыз, кез келген жерден әдемі затты шығарып ала аласыз. Тек көзін тауып, жолын тауып жасай алсаңыз жеткілікті.
достар, біздің браслетіміз дайын болды. Осындай түстер шықты. Бұл да бір ерекше цвет болды. Мінекей қолымызға өлшеп көреміз. Енді достар, магнитті бекітетін кезде осы магниттің 5 көзі бар. Осы 5 көз осыған тура келеді. Біз осыны мінекей бисердің ең соңғы бөлігін тағы да бір айналдырып өткізіп, ортаңғысына келеміз. Мінекей осылай өткізіп аламыз. Бисерлеріміздің, кристалдарымыздың жібі кең болып кетпеу үшін бір бекітіп аламыз. Мінекей ортаңғыға келген соң, мінекей тағы да бір бисерін өткізейін. Мына браслеттің домалағынан өткізесіз. Мінекей мына бисерге тағы өткізесіз. Мықты болу үшін екі айналдырғаныңыз дұрыс. Мінекей екінші көзді бекітетін кезіңізде міне тағы да ортаңғы бисерге келесіз. Осылай өткіземіз. Домалағынан өткізіп отырасыз. Және де бисерге ілесіз. Тағы да домалақтан өткіземіз. Бір бисерді қайталап өткізе бермей, екінші бисерінде көзден өткізіп отырсаңыз болады. Себебі бисердің көздері қатты үлкен емес. Сынып кетуі мүмкін. Бірнеше рет өткізіп қатты тартам десеңіз. Мінекей осы әр бисерден жүріп отырып, мінекей браслеттің бекіткішін магниттің жанындағы мінекей шеңберінен өткізіп, бисер екеуін жіппен біріктіріп отырасыз. Бір бисерден бірнеше рет өтіп қажеті жоқ. Жанындағы бисерлерден өткізе берсеңіз болады. Сонда арасы ашық қалмайды. Магнит мықты болып бекітіледі. Бір рет қана емес, 2 рет мүмкіндігінше өткеніңіз дұрыс. Шаригіміздің жібіне өткізген кезде мінекей жанында бисерден өткізе берсеңіз болады. Бисерлердің барлығын қамтып өтсеңіз, магнитіміз жақсы ұстап тұрады. Бисермен бірге қосып тоқи бересіз. Мінекей бекіткішті бекітіп алдық. Достар, енді бұл жерде бізге түйіндеп қажеті жоқ жібімізді. Осылайынан жанында тұрған бисерлерден өткізе алсаңыз, инеңізбен бисерлерден көрсетпей жібіңізді өткізіп отырсаңыз болады. Сонда бізге түйіндеп қажеті жоқ жібімізді. Мінекей бірнеше тоқылған жолдардан, иксталған жолдардан өтіп кете бересіз. Мінекей осылай тоқылған әр жолмен осының жүріп өте берсеңіз, жіпті түйіндемейсіз, жібіңіз шығып та кетпейді. Осылай бірнеше тіпті 7-8 жолдан өткізіп жіберсеңіз де болады. Бисерді түйіндеп жатпай, жібіңізді түйіндеп жатпай, осылай бисерден қайтадан тоқып жүрген секілді қылып өткізсеңіз, сонда жібіңіз шықпайды. Мінекей мен айналдырып жүргізіп жатырмын қазір. Ең сонда осындай жіптің кең ғана бөлшегіне мінекей кішкене ғана түйін болады. Мінекей қайшымен қырқып
ұзын етіп қырқпай-ақ қойыңыз. Кішкене мінекей оттықпен күйдіріп жіберіп басып жібересіз. Мінекей ешқандай түйін көрінбейді. Енді екінші бетін магнитке бекітеміз. Осылайынан инеңізді өткізіп алыңыз. Жандағы жіптен осылайынан өткізіп, инеңізді айналдырып, мінекей түйін жасап аласыз. Енді екеуін бұлай біріктіріп түйіндеп жіберсеңіз, және кішкене ғана отқа күйдіріп жібересіз, сонда грубы түйін түспейді. Мінекей екінші магнитті бекітуге дайындап алдым. Мінекей осылай басып жібересіз. Түйін білінбей қалады. Бұны да дәл солай магниттің мына домалақтарымен бисерлерді біріктіріп отырып өткізіп аласыз. Сонда мінекей брасет бекіткіш осылайынан бекітіледі. Бір бисерден өткіздім. Мінекей брасеттің домалағына өткізесіз. Бисерге тағы өткізіп аламыз. Домалаққа тағы өткізесіз. Тартып отырыңыз міндетті түрде, қатты бос болып қалмау керек. Брасет бекіткішіміз сонда салбырап қалады. Мінекей жанындағы бисерден өткізіп аласыз. Мінекей жанындағы бисерге өттім. Мінекей екінші көзін бекітеміз. Екінші домалағына өткізесіз. Енді мінекей ешқандай шыбымыз көрінбейді, түйініміз көрінбейді. Мінекей браслетіміз дайын. Осы видеода сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барынша анық түсіруге тырыстым. Мінекей беконыспен тоқылғанмен разницасы мінекей хрустальмен домалақша болып түседі, білезікке ұқсап. Беконыспен осылайынан болады. Алдыңғы видеода осы браслетті тоқыған болатынбыз. Видео аздап түсініксіз деген соң сіздерге жаңадан түсірдім. Мені қолдап, лайк басып, маған тіркеліп, өз ойыңызбен бөлісіп кетіңіз.